Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біз өмір сүріп жатқан ел. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері бәрін жақсы көру, бауырмалдық, татулық. Балалар, өзін ұстану пәнін бесті ережесін еске түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Жарайсыздар оқушылар, ендеше үй тапсырмасын тексерейік. Табиғатты қорғайық тақырыбында шығарма жазу. Мұхтар Мағауиннің бір атаның балалары үзінді оқып келу. Ал балалар, сіздерге бірнеше сұрақ қояйын. Ахмет Ақсақал неліктен неміс баласын таңдады? Ахмет Ақсақалдың бойындағы басты қасиеті қандай? Адамдарды не біріктіреді? Жарайсыздар оқушылар, ендеше келесі бөлім сабақтың дәйек сөзі. Бәріміз бірге айтайық. Ынтымақ түбі игілік. Қазақ мақалы. Сұрақ: ынтымақ деген сөзді қалай түсінесіңдер балалар? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Жақсы оқушылар, ендеше біздер келесі бөлім мұғалімнің сыйы. Бақ, қайда барасың? Ынтымаққа барамын. Ендеше видеороликке назар аударайық оқушылар. Бақыт, қайда барасың? Ата-анасын сыйлаған, ұйымшылдық ойлаған, тату жанға барамын. Бақыт, қайда барасың? Өсірген жақсы баласын, сыйлаған ата-анасын, көрген долға барамын. Бақыт, қайда барасың? Балбұл жанған көрікті, ұл мен қызы серікті, берекеліге барамын. Бақыт, қайда барасың? Еш адамды күндемес, өсек отын үрлемес, әдептіге барамын. Бақыт, қайда барасың? Шариғат сөзін тыңдаған, о дүниені ойлаған, Аллах дейге барамын. Бақыт, қайда барасың? Сыйлай білген молланы, діннің жолы қорғаны, бісмілләлиге барамын. Бақыт, қайда барасың? Үйінде тұрған Құраны, Расул Аллах ұраны, тәртіптіге барамын. Бақыт, қайда барасың? Көршімен болған бірлігі, тағат, ғибадат тірлігі, ұйымшыл үйге барамын. Бақыт, қайда барасың? Тарауық намаз оқыған, көңіліне аят тоқыған, ниеттелге барамын. Бақыт, қайда барасың? Сәресі сахар шетін, хақ жолына түсетін, сәресі ішуге барамын. Бақыт, қайда барасың? Балбыраған бесікте, қайыры бар есікте, балалы үйге барамын. Бақыт, қайда барасың? Келін қызы ибалы, ата-анасын сыйлайтын, сондай үйге барамын. Бақыт, қайда барасың? Туысымен татулы, жаман сөз жоқ шатулы, ынтымақты үйге барамын. Бақыт, қайда барасың? Соғысқа құмар ойы жоқ, ұлан асыр тойы көп, бейбіт елге барамын. Жақсы оқушылар, видеороликті қарап болсақ, сұрақ: Әнет бабаның тапсырмасында қандай мән жатыр? Бірлік, ынтымақ сөздерінің мәнін қалай түсінесіңдер? Сендерге ата-аналардың мақал-мәтел арқылы ақыл-кеңес бере ме? Жарайсыздар оқушылар, енді келесі бөлімде шығармашылық жұмыс. Тапсырма: қазақ және орыс халықтарының мақал-мәтелдерінің ішінен мазмұны ұқсастарын табыңдар. Топпен ән айту.
қашанда мақтан тұтып жүремін. Өз отаным отбасында бейбіт өмір сүремін. Өз отаным отбасында бейбіт өмір сүремін. Еркелетіп сағымдала марқайтады жанымды, асқар таулар бағдар жамдай бағыт берді танымды. Отанымды қашанда мақтан тұтып жүремін. Өз отаным отбасымда бейбіт өмір сүремін. Өз отаның отбасында бейбіт өмір сүремін. Сабақ. Жарайсыздар оқушылар, үй тапсырмасын жазып алайық. Күнделіктерімізді ашайық. 29-шы сабақ. Өзіне таныс бір ұлтты таңдап алып, түріміз басқа болса да, отанымыз бір тақырыбында шағын зерттеу жүргізіңіздер. Ол үшін сендерге төмендегі сөздерді табу керек. Мақал-мәтел, ертегі, халық әні. Жақсы, сабақтың қорытынды сәті. Балалар, бүгінгі сабағымызды игерген жақсы қасиеттерді есімізге сақтап алайық. Назарларыңызға рахмет, оқушылар.